Ал сіздің қалай сұрақ? Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Ал сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Қазір менің өмірлік ұстанымым жалпы ата-анамды құрметтеу, өзіме менің жалпы өмірлік екеуің неге қарайсыздар ма? Камераға қарамасын еді ғой. Вот этот смех нужен был во время подкаста постоянно. Қыз. Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге жеке подкаст. Talks Club студиясының жеке подкаст жобасы. Менің есімім Сенбаева Наргиз Қуанышқызы. Мен бүгін Talks Club студиясының журналисті боламын. Бүгін бізде Семейден Жасұлан лицейінен келген екі қонақтарымыз Жағыпаров Еркебұлан мен Серікжан Махамбет. Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Біріншіден, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бізді осы жобаға шақырғандарыңызға рахмет. Мен Жақпаров Еркебұлан Саматұлы, Семей қаласынан тұрғынымын. Семей қаласында дарынды балаларға арналған Шоқан Уәлиханов атындағы Жас ұлан арнайы ерлер мектеп-лицей-интернатының 92-ші топ ұланымын. Жас ұлан 1995 жылы Оқасов Құмаш Бабағұмарұлының идеясымен қаланған. Мен Серікжан Махамбет Әсетұлы, Семей қаласының тұрғынымын. Мен дарынды балаларға арналған Шоқан Уәлиханов атындағы Жас ұлан арнайы ерлер мектеп-лицей-интернатының 92-ші топ ұланы. Біздің сынып жетекшіміз Ибраева Гүлнұр Нұрлановна, офицер тәрбиешіміз Тілеубаев Мақсат Тоқтарбекович. Жақсы, енді подкастымызды басысақ. Неліктен сіздер Жас ұлан мектебін таңдадыңыздар? Себебі Жас ұлан мектебін таңдау осы әскери салада жұмыс жасау менің бала күнгі арманым. Сол себепті мен осы Жас ұлан ерлер лицейіне оқуға түскен болатынмын. Жас ұланға түсу мен бала кезден арманым болды. Мен бұған бірінші сыныптан бастап 4-ші сыныпқа дейін дайындалдым. Әртүрлі спорттарға қатысып, оқу жағынан да дайындалдым. Жақсы. Сіздің жалпы ата-аналарыңыздың көзқарастары қандай болды? Осы Жас ұлан мектебіне түсем деген кезде. Біз Жас ұлан лицейіне түскен кезде олар бізге көмек көрсетіп, бізді әрқашан қолдады. Біз Жас ұлан лицейіне түскен кезде олар өздері қуанды. Менің ата-анамның көзқарасы өте жақсы болды, себебі мен бала күнгі арманым әскери адам болу. Сол себепті мен осы Жас ұланға түскенді қолдап, мақтан тұтады. Жалпы осы Жас ұлан мектебіне нешінші сыныптан бастап түсуге болады? Жас ұлан мектебіне 4-ші сынып бітірген соң 5-ші сыныптан бастап түсіп, 11-ші сыныпқа дейін оқиды. Сіздердің жалпы бір күндік күн тәртіптеріңіз қандай? Біз таңертең 6-да подъем болады, яғни тұрамыз, одан кейін біз киініп таңғы жаттығуға шығамыз. Таңғы жаттығудан кейін келген соң жуынып өзіміздің жеке төсек орындарымызды, жататын орнымызды жинаймыз. Одан кейін таңғы асқа дайындалып, таңғы асқа барып, таңғы астан кейін бізде сабақтар басталады. Сабақтан кейін түскі ас, түскі астан кейін қалған сабақтар болады. Сабақтар біткен соң бірінші кешкі ас болады. Бірінші кешкі астан кейін әр ұлан өзінің қатысатын сүйікті үйірмелеріне барып қатысады. Одан кейін бізде үйірмелерден кейін өзіміздің үй жұмыстарымызды қарап ертеңгі күнге дайындаламыз. Одан кейін кешкі асқа барып, кешкі астан кейін ертеңгі күнге жағамызды тігіп, жуынып, ертеңгі күнге дайындаламыз. Одан кейін кешкі тексерістен кейін жатамыз. Бастапқы уақытта адаптация дейді ғой, сол кезде қиын болмады ма? Ең бастапқы уақытта Жас ұлан лицейіне түскеннен кейін бейімделу өте қиын болады. Себебі біз 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін өзіміздің ата-анамыздың жанында жүргендіктен ол бізге өте қатты қиындыққа соққан болатын. Бірақ біз уақыт өте келе Жас ұлан лицейінің ұжымына сіңісіп кеттік десек болады. Жас ұлан мектебінің жай мектептерден қарағанда артықшылықтары қандай? Жас ұлан мектебінің жай мектептерден қарағанда артықшылығы, бұл жақта жай мектептерде физический подготовка азырақ болады. Мына жақта сендерді ол балаларды әскери өмірге дайындап, оларды самостоятельный қылып дайындайды, және де оқу жағынан да қалыспайды.
Жалпы сіздер және айттыңыздар, біз бірінші сыныптан бастап 4-ші сыныпқа дейін жай мектепте оқыдық. Сіздер сол кезде қай мектепте оқыдыңыздар? Мен Семей қаласындағы жалпы орта білім беретін мектеп, яғни 47-ші мектепте оқыған болатынмын. 47-ші мектепте 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін үздік оқып, Жас ұлан лицейіне оқуға түстім. Мен Семей қаласының жалпы білім беретін нөмір 19-ші мектептен бітіріп, бірінші класстан 4-ші сыныпқа дейін оқып шықтым. Жас ұлан мектебіне экзамен тапсырған кезде қиын болды ма, қорқыныш болмады ма, түспей қаламын, және де сол сияқты басқа қобалжулар болды ма? Қобалжулар басында болды, бірақ та ата-анамыздың поддержкасымен біз өзімізді ең басында бізде Жас ұлан лицейіне түспей қаламын ба деген қорқыныш сезімі бойымызда болған болатын, бірақ ата-анамыздың қолдауы арқылы біз ол сезімді жеңіп, Жас ұлан лицейіне оқуға түстік. Жалпы мектептегі әскери тәртіп сендерге қалай әсер етеді? Жас ұлан лицейіндегі әскери тәртіп бізге өте жақсы әсер етеді. Біз ол лицейде физикалық күшімізді арттырып, және де білімімізді арттырамыз. Физикалық күш арттыру арқылы біз спортқа жақсы қатысамыз, және адамдармен сөйлесу қабілетіміз артады. Жалпы сіздер ер адам болған соң, мектепте сіздерде әртүрлі қалалардан оқушылар келеді. Сіздерде олармен кекілжің, мысалға буллинг дейміз ғой қарқы сөзбен айтқанда, төбелестер жиі орын ала ма? Жоқ, бізде ондай буллинг, кекілжіңдер болмайды. Бізде басқа қаладан балалар келгендіктен біз бірінші күннен бастап олармен татуласып, сөйлесіп, достасып кеттік. Және де бізде ондай буллинг, кекілжіңдер орын алмайды. Біз олармен қазір бір отбасыдай, бір жұдырықтай жиналған достармыз. Сіздер жалпы Жас ұлан лицейіне түскен кезде сіздерде қиындықтар, өкіну, ата-аналарыңызды сағынып, жылаған кездер болды ма? Әрине, басында қиындықтар орын алған болатын. Ата-анамызды сағындық, бірақ біз ата-анамыздың қолдауы арқылы және бала арманымызды орындау үшін осы қиындықтардың барлығын жеңіп шыққан болатынбыз. Біз Жас ұланға түскеннен кейін өкініш деген болған жоқ. Себебі біз өзіміздің қалауымызбен, өзіміздің арманымызбен осы Жас ұлан лицейіне түстік. Біз осы Жас ұлан лицейіне келген кезде қиындықтар болды, бірақ біз олардың барлығына төтеп беріп келе жатырмыз. Сіздердің бұрынғы басқа мектепте оқыған кездегі сыныптастарыңыз сіздерге хабарласып, сіздер секілді мектепте оқығылары келетін туралы айта ма? Бізге айтады, бірақ олар жай мектепте оқып, әскери өмірге дайындалып жүр. Жалпы Жас ұлан лицейінде сабақ барысында оқу қиынға соға ма? Негізінен жай мектепте де сабақтар сынып жоғарылаған сайын сабақтар күрделене береді. Оған барлығына сабақты нақты түсініп, нақтылап оқысаң, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ең алғашында бізге 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін оқу күрделене бастайды, бірақ оған біздің Жас ұлан лицей ұжымының мұғалімдері көмек беру арқылы біз қазір өте жақсы деңгейде білім алып келе жатырмыз. Сіздер жалпы олимпиадаларға қатысып, қандай жүлделі орындар алдыңыздар? Бізде Жас ұлан лицейінде барлық ұландар бірінен бірі қалыспай облыстық олимпиадалық кезеңдерге қатысады және жүлделі орындар алады. Мен өзім математика, ағылшын, қазақ тілінен олимпиадаға қатысып, жүлделі орындар алған болатынмын. Мен негізі дзюдоға қатысамын, онда мен көптеген жетістіктерім бар. Дзюдодан бөлек мен сабақтардан да тас түлек ақындар үйірмесіне қатысып, одан бірнеше жетістіктерім бар. Ал сіз спорт түрімен айналысасыз ба? Менің сүйікті спортым футбол және де күрес. Мен осы спорттарға қатысып, бірнеше жүлделі орындар алған болатын. Егер де сіздерге спорт ұнаса, неге сіздер мысалға спорт школа емес, именно Жас ұлан лицейін таңдап отырсыздар? Себебі Жас ұлан лицейінде жай ғана спорт мектебіне қарағанда оларда спорт деңгейі жоғары. Біз Жас ұланда оқып жүріп, әскери өмірмен танысып отырып, физикалық деңгейімізді жақсы жаққа шыңдай аламыз. Біз осы Жас ұланның арқасында біз спортымызды да, оқуымызды да, әскери тәртіпке, әскери өмірге дайындығымызды да арттыра аламыз. Махамбет, сіз өлең жазуды қай сыныптан бастадыңыз? Ол сізге қалай сондай идея келді, өлеңдер жазып, әртүрлі шығармаларды шығару?
Мен өлең жазуды негізі осы 9 сыныптан бастадым, бірақ та мен 8-7 сыныптан бастап мен өлеңдерге қызығып, оларды талдап, солай қызыққан болатын. Осы 9 сыныптан бастап мен Тастүлек ақындар үйірмесіне қатысып, Ерік Қайратбекұлы жетекшіміздің арқасында мен бірнеше жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алып, өзімнің ақындық қасиетімді дарытып жатырмын. Жалпы өзіңізге болмаса, жалпы өзіңізге ұнайтын бір ақынның шығармасын, өлең болсын бізге айтып бере аласыз ба? Мұқағали Мақатаев, шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болмайын сол аман ба, о тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бе әлде қол адам ба. Рахмет сіздің бізге айтып берген өлең жолдарыңыз үшін. Жалпы менің естуім бойынша сіздердің мектептеріңізде ұялы телефонды ұстатпайды, былайша айтқанда. Бірақ та қазіргі кезде жастар телефонға өте жақын, телефонсыз өмір сүре алмайтындар да болады. Сіздерге сол қиындық соға ма? Жоқ, бізге қиындық соқпайды, себебі қазіргі таңда кейбір балалар осы телефон ойындары арқылы өздеріне суицид жасап, бүкіл оқиғалар болып жатыр. Біз телефонды көп ұстамаймыз, тек қана үйге қайтатын уақыттарда ұстаймыз. Ол бізге басында қиынға соққан, бірақ біз ол телефон ұстамағанға үйреніп кеттік. Ұялы телефондарды бізге ұстамауға қиындыққа соқпайды, себебі біз басында қиындықтарға соққан, бірақ біз өзіміз достарымызбен әртүрлі ойындар ойнап, көңіл көтеруге тырысамыз. Сіздердің формаларыңызға қарасам, ерекше форма екен. Жалпы медальдарыңыз бар екен. Осы медальдарды қайдан алдыңыздар? Қандай жетістіктерден, белестерден көріндіңіздер осы медальдармен? Мен мына медальды оқу үшін, оқуда озат болған үшін иелендім. Мен бұл значокты Шульбинскта полигонда спорттық дайындықтарды өткенім үшін алдым. Бұл Шоқан Омарханов медалі. Бұны мен спорттық жарыстарда жақсы орындар алған үшін алған болатынмын. Ал Эверест медалін оқуда озат болған үшін алдым. Жалпы Жас Ұлан лицейінде сіздердің бастарыңыздан кешкен, мысалға, әр күн болатын қызықты бір оқиғалар болса, сонымен бөлісіп отырсаңыздар? Мен ағылшын сабағында артқы партада отырып ұйықтап болған үшін мені демалыс күндері үйге қайтармай, сабақ оқуға Жас Ұлан лицейінде қалдырды. Бізде Жас Ұланда көбінесе қызықты оқиғалар болады. Біз 6 сыныпта оқыған кезде бізде жарыс болатын айтты. Біз ол жарысқа дайындалмай, сол 1-2 сағаттың ішінде дайындалып, өзіміздің сыныбымызбен қатысып, бірінші орын алған болатынбыз. Жалпы өздеріңіздің мектептеріңіздегі сыныптастарыңыз туралы, олардың тәрбиесі туралы айта өтсеңіздер. Біздің зотта 26 ұлан оқиды, әрқайсысы өзінің спорт түрлерінен жүлдегерлер. Біздің зот тату тәтті, біздің зотта барлығы сабақтары жақсы, спорт жағынан жақсы, әскери дайындықтардан біздің зот алдыңғы қатарда. Осы Жас Ұлан лицейінде 300-ге жуық оқушылар оқиды. Олар өздігінен дарынды болып келеді. Олардың әскери тәртіптері өте жақсы. Осы әскери тәртіп бізді қоғамдық орындарда өзімізді жақсы, сенімді ұстауға көмек береді. Жалпы сіздердің мектептеріңізде 300-ден астам оқушы бар дедіңіз. Жалпы олардың барлығы өз қалауларымен түсті ме, әлде жоқ ата-аналары оларды басқа жолға, жаман жолға түспеу үшін осы мектепке түсірді ме? Жас Ұлан лицейінде 300-ге жуық оқушының 5% өзінің ата-анасының рұқсатымен түсті десе де болады. Себебі қалғандары әскери адам болуды бала кезден армандап, сол армандарын орындау үшін осы Жас Ұлан лицейіне түскен болатын. Жалпы жігіттер, сіздермен патриотизм туралы сөйлесек, сіздер үшін патриотизм деген не? Әр адамның бойында патриоттық күш бар деп ойлаймын. Себебі өз ел үшін жанын беретін адамдар қазіргі кезде аз емес. Себебі өз елі үшін, жері үшін
біздің ата бабаларымыз да жанын беріп кеткен. Патриоттық сезім ол қазақтың әрбір адамның бойында бар. Патриоттық сезім арқылы біз отанға деген сүйіспеншілігімізді көрсете аламыз. Жалпы әскери дайындық сабақтары сендерге қандай дағдыларды үйретеді? Әскери дайындық кезінде бізге сапта дұрыс тұруды, дұрыс жүруді, қалай әртүрлі заттарды зерттеуді, автоматтармен жұмыс жасауды, тағы да сондай қызықты әскери заттармен жұмыс жасауды үйретеді. Жасұландағы әскери дайындық бізді осы өмірге жақсылап дайындайды десек те болады. Себебі біз осы әскери тәртіп арқылы физикалық деңгейімізді жақсартып, көптеген әскери заттармен танысамыз, автоматты шашып жинаймыз, граната түрлерімен танысып, және де ОЗК противогаз киіп, әскери өмірмен толықтай танысамыз. Патриоттық тәрбие тек қана әскери адамда ғана бола ма, әлде жай адамда өзі патриот бола ма? Жай адамдарда да патриоттық сезім болады, себебі олар мысалы үлкен адамдарға орын беріп, экологияны бұзбай, ластамай, таза ұстаса, ол да өз ел үшін жасаған бір патриоттық сезім. Патриоттық сезім менің ойымша әрбір адамның жан дүниесінде болатын сезім. Патриоттық сезім ол өзінің тұрып жатқан еліне деген сүйіспеншілігін. Патриоттық тәрбие туралы ұстаздарынан, командирлерінен ең маңызды қандай кеңес алдыңдар? Бізге офицер тәрбиешіміз әрдайым айтады, Бауыржан Момышұлының жақсы сөзі бар, тәртіпке бас иген құл болмайды демекші. Тәртіпке сен бағынсаң, ешқашан сен жерде қалмайсың, сен тәртіпке бағынып жақсы адам болуға болады. Лицей қабырғасындағы офицерлер және біздің өзіміздің офицеріміз Тілеубаев Мақсұт Тоқтарбекович бізге патриоттық кеңестерді әрқашанда береді. Патриоттық кеңестер беру арқылы олар бізді отанға деген сүйіспеншілігімізді дамытады. Жалпы мен үшін патриотизм ол өз отаныңды, өз еліңді сүю және де оның мақтанышы қорғаны болу. Мен сіздердің ойларыңызбен толықтай келісемін, ал енді сіздердің болашақтарыңыз туралы сөйлесек. Жалпы сіздер болашақта кім болғыларыңыз келеді? Мен болашақта Алматы қаласындағы МВД академиясына түсуді мақсат етіп отырмын. Мен болашақта Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті немесе Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің институтына түсіп, әскери адам болуды мақсат етіп отырмын. Сіздердің мектептеріңізде 9-дан кетіп, жалпы осы сіздердің қалаған мақсаттарыңызға жетуге бола ма, әлде тұрақты бір 11-ші сыныпқа дейін оқып, одан кейін бірақ институтқа түсу керек пе? 9-дан кейін кетсек, если біз колледжді 4 жыл, одан кейін университетті 4 жыл, 8 жыл оқимыз. А если 11-ден кейін кетсек, біз 10-11 және тағы университет 4 жыл, 6 жыл оқимыз. Если біз 9-дан кейін кетсек, біз өзіміздің уақытымызды өзіміз құртып аламыз босқа. Жалпы екеулеріңіз де 9-дан кейін қалмақсыздар, мектепте? Иә. 11-ші сыныпқа дейін оқып, осы өзіміздің оқу орнымызға түсеміз. Жалпы 11-ші сыныптан қорықпайсыздар ма? НТ, тағы да мысалы қазіргі кезде МАДО дейтін бар. Солардан түсіп қалу немесе грантқа түспей қалудан қорқыныш жоқ па? Жоқ, ондай қорқыныш сезіміміз жоқ. Себебі Жасұлан лицейінде НТ-ға мұғалімдер жақсы дайындайды және де жеке курстар арқылы НТ-ны жақсы деңгейде тапсырып шығуға болады. Сіздердің осы алдағы бір жыл уақытта қандай арман мақсаттарыңыз бар? Мүмкін сіздер қатысып жүрген спорт түрлерін ауыстыру ма, әлде тағы да басқа бір өнерді одан әрмен арттыру ма? Мен осы ақындар үйірмесіне қатысып жүргенде міне бір жылдай болады. Осы өзімнің басқалар секілді өлеңдер жинағын жазып, өзімнің кітабымды шығарсам деген ойдамын. Мен баяғыда домбырамен YouTube желісі арқылы домбыра шертуді үйренгенмін, бірақ ол қазіргі таңда тоқтап қалды. Соны әрмен қарай жалғастырғым келеді. Өте керемет қызығушылықтарыңыз бар екен. Менің де
домбыраға дейтін қызығушылығым бар. Мен домбыра үйірмесіне қатысамын қазіргі таңда. Және де менің болашақ арманым ол Қазақстанның керемет бір журналисті болу. Өйткені мен кішкентай кезімнен бастап арман мақсатым осы деп айта аламын. Оратор Talks Club оратор жалпы Talks Club студиясына барамын. Менің жетекшім Шайзанова Назым Ержанқызы. Ержанқызы ғой. Жалпы сен және айтып өткендей, өлеңдер жинағын шығарғың келеді. Сен оны жалпы Қазақстанда ғана көрсеткің келе ме, әлде басқа елдерге де оны таратып, өзіңді одан әрмен дамытқың келеді ме? Оны Қазақстанда бірінші мен өзімнің жеке кітабымды шығару үшін маған әлі көп жұмыс жасау керек. Мен ол үшін әлі өлеңдер жолын жазып. Сіз жалпы осы өлең жазуға, жалпы ақын болуға жақындығыңыз ол сіздің аталарыңыздан келе жатқан бір қасиет пе, әлде өзіңіз бастадыңыз ба осыны? Ол мен аталарымнан келе жатқан қасиетім. Біздің отбасыда мен және қарындасым осындай өлеңдер шумағын жазамыз. Жалпы қандай ақындарды, әншілерді сүйіп тыңдайсың, солардың өлеңдерін оқып, андай бір фаворит дейміз ғой. Қандай әншіні немесе ақынды жақсы көріп тыңдайсыз, сүйесіз, жалпы соны өзіңіздің бір керемет тұлғаңыз деп есептейсіз? Негізі қазақта ақындар көп қой, бірақ мен Мұқағали Мақатаев және Абай Құнанбаев екеуін осы екі ақынның шығармаларын оқып, осылар секілді өлеңдер жазсам деген ойдамын. Жалпы Абай Құнанбаевтың бір қара сөзін де айтып бере аласыз ба? Абайдың бірінші қара сөзі: Абай 40 жасына келгенде мен бұл өмірді не істедім, не қылдым, не қалдырдым деп ойланыпты. Сол кезде мен ары қарай қалай өмір сүремін, не істеймін деп ойланып отырған кезде ойына мал бақсам бекен деген ой түседі. Бірақ та ойлайды, малды балаларым бағады дейді. Ал бала қарасам бекен, жоқ, баланы анасы қарайды депті. Ғылыммен айналыссам бекен деп, ғылымды менің оқуым жетпейді, білімім жетпейді депті. Сол кезде ол ақ парақпен қара қаламды алып ермек етпекші болады. Ол өзінің артынан мұра қалдырып қаншама қара сөздер жазып кетті. Мен солай өзімнің кітабымды шығарып, болашаққа балаларға, жас ұрпаққа мен өзімнің кітабымды қалдырғым келеді. Егер де сізге ұсыныс келсе, осы әскери жолды таңдадыңыз немесе ақындық жолды таңдадыңыз десе, сіз қай жолды таңдар едіңіз? Мен екі жолды да алып жүруші едім. Өйткені әскери жол ол менің бала кезден келе жатқан арманым, ал ақындық ол менің былайша айтқанда ол менің өзімнің жеке қасиетім, атамнан келе жатқан қасиеттердің бірі болып саналады. Жалпы мінез құлықтар туралы сөйлесетін болсақ, адамда мінез туа біте бастала ма? Адамда мінез туа біте бойына сіңе ме, әлде жасуанда мысалға сіздерде мінезді өзгертуге болады ма, әлде бір іс-шаралар қолданылады ма? Мен осы сұраққа Абайдың 7-ші қара сөзімен жауап берсем, Абайдың 7-ші қара сөзінде адам дүниеге келген кезде, дүниеге аяқ басып келген кезде ол екі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам, екіншісі көрсем, білсем деп дүниеге келеді екен. Ішсем, жесем, ұйықтасам дейтін адамдар, олар тек қана ұйқыны, жеуді, басқандай заттарды ойламайды. Олар тән құмары. Ал екінші адамдар бұл қайдан пайда болды деп өздерінің ізденушіліктерін көрсетеді. Олар жан құмары. Жасұланға түскен кейбір ұландарда тән құмары болса, оны жан құмарына өзгертуге болады. Өте керемет жауап. Жалпы сіздер осыдан бөлек, мысалы қазіргі заманауи әншілерді немесе бір киноларды жақсы көресіздер ме, қарайсыздар ма? Мен қазіргі таңда жаңадан шыққан киноларды емес, бұрынғы тарихи әскери киноларды қараймын. Сол әскери киноларды көру арқылы әскери адам болуға менің желанием ашылды десе де болады. Мен әншілерді көбінесе тыңдамаймын. Мен тоже әскери киноларды қызығушылықпен көремін. Сіздер сонда қазіргі заманауи әншілер мысалға Делекур, Асқа Принц, Ирина Кайратовна, соларды мүлде тыңдамайсыздар ма? Ондай әншілерді қазіргі таңда көптеген балалар тыңдайды. Біз де анда-санда тыңдаймыз, бірақ
қатты сүйіп тыңдамаймыз? Тыңдаймыз біз оларды, бірақ та біз оларды қызығушылықпен тыңдамаймыз. Анда-санда ғана біз оларды қалай айтса болады? Тренировкада мотивация үшін дейсіз? шәкәрат ұнатам ба? Жоқ, басқа әншілерден ба? Жоқ, деймін оларды. Біз оларды тыңдаймыз, бірақ қызығушылықпен тыңдамаймыз. Біз оларды мотивация үшін, басқа да әншілерден өлеңдеріне мотивация үшін, күш қуат алу үшін тыңдаймыз. Соңғы көрген бір қызықты киноларыңыз болса қандай болды? Жалпы оның түп мағынасы неме? Қандай болған туралы айтып берсеңіздер. Мен осы демалыс кезінде күрес деген кино көргем. Ол күресте адамды жігерлі болуға үйретеді. Мен соңғы көрген кином ол «Жау жүрек мың бала». Ол фильмде қазақтар өздерінің жерлерін, өздерінің қандас бауырларын қорғау үшін рухани дамытатын кино болып саналады. Жалпы сіздерге қандай жанрда кинолар ұнайды? Қазіргі таңда біз әскери оқу орнында оқығандықтан, маған әскери жанрлар көбінесе ұнайды десем де болады. Маған боевик жанрларындағы фильмдер, кинолар ұнайды. Кітапқа қызығушылық, көп кітап оқисыздар ма? Кітапқа деген қызығушылықтарыңыз қандай? Біз біз Жасұлан лицейінде біз 4 сабақтан кейін біз әрдайым кітап оқу үзілісі болады. Сол кезде біз әр классқа бөлінген кітаптарды біз өзіміз оқып шығамыз. Соңғы оқыған кітабымыз «Менің атым Қожа» болды. Сендер сонда барлықтарың бір кітап оқи бересіздер? Жоқ, әр зотта әртүрлі кітаптар бар. Жалпы өздеріңіз жайлы, өздеріңіздің жастарыңыз, отбасыларыңыз және де өмірге деген көзқарастарыңыз туралы айтып өтсеңіздер. Өмірге деген көзқарасымыз жақсы. Біздің әрдайым спортпен айналысып, үлкендерді құрметтеп, кішілерді ізеттеп жүруге әрдайым тырысамыз. Менің өмірлік ұстанымым ол кішіге ізет, үлкенге құрмет, және де жемтік болма, жыртқыш бол. Ал сіздің қалай сұрақ? Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Ал сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Қатысты. Менің өмірлік ұстанымым жалпы ата-анамды құрметтеу, өзіме менің жалпы өмірлік беке оңай қарайсыздар ма? Жалпы менің өмірге деген ұстанымым өзімнің жақындарымды, ата-анамды қуантып, және де оларды құрметтеу, өзімнің жақындарымның үмітін ақтап, өзімді үлкен асау белестерден көру. Осымен біздің подкастымыз тәмамдалып келе жатыр. Жалпы өздеріңіздің айтарларыңыз болса, өздеріңіздің бір түйіндеген ойларыңызды айтсаңыздар. Түйіндеген ойым, мысалы, каждый бала өзі бір жерге түсуді армандайды ғой. Жасұлан лицейіне түскен балалар ешқашан өкінбейді деген ойдамын. Жасұлан лицейіне түсуді кеңес беремін. Бұл жерде сіздерді әскери тәртіп, спорттық дайындық, білімге деген құштарлықтарыңызды арттырады. Және де сіздер бұл жерде көп достар тауып, әр қаладан сіздердің достарыңыз болады. Сіздің ше? Мен қазіргі жас балаларға айтарым, Жасұлан лицейіне оқуға түсіңдер. Сендер ол оқуға түсу арқылы әскери құштарлықтарыңды ашып, әскери адам бола аласыңдар. Және де осы бағдарламаға шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Жалпы біздің подкастымыз сізге ұнаса, астына комментарий жазып, лайк басып, тіркеліңіздер бізге. Осыдан да қызықты әртүрлі подкасттар шығады деген ойдамыз. Жалпы астындағы сілтемеде Жасұланның лицейінің өзінің инстаграмдары болады. Сіздердей тұлғалар, сіздердей ұлдар біздің Қазақстанымызды қорғайды деген үміттеміз. Сіздердей азаматтар бізде Қазақстанда көбейе берсін. Жалпы өздеріңізді
өздеріңіз де асу белестерден көріне беріңіздер. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.